әкем осы совхозда мал баққан, өзіміздің малымыз болған. Соны өсірдік қой енді. Қазір енді біздің регионда мысалы малдар бірімен бірі қаны айналымы аз. Өз балалары, өз қандары деген сияқты. Ақтөбеден келіп алып кетіп жатыр, біздер основной покупательдер. Қызылордадан келеді. Жыл сайын бізде примерно 160-170 балай сол сатып отыр. Әкем айтатын, мен сені сол кабинетте көргім келетін еді деп. Бірақ та мен өзімді кабинетте көрген жоқпын. Мен именно өзімді ауылда көрдім, сондықтан ауылға келдім. Жүрегім ауылға қарай бұрып тұрды ғой. Депрессияға түсіп кеттім. Мына шаруа бітті, мынаның бәрін сату керек. Қаладан бір 2-3 квартира алып, сосын соны арендаға беріп, өзім таксовать етіп жүру керек деп сондай бір жоспар құрып алдым. Басқа қолымнан келетін көп ештеңе жоқ. Түсіру тобы сапарға аттанды. Тақырыбы өзгелерден бөлек. Қоғамға қажетті бола тұра, дәл сол қоғамның көңілі әсіре ауа қоймаған мәселе. Сонымен біз қазақтың ақбас сиырын өсіріп келетін фермерлер туралы фильм түсірмекшіміз. Қазақтың ақбас сиыры дегенде қабырғасы шығып, қалтырап тұрған ірі қараның елесі келеді. Өйткені малдың күйі 90-шы жылдардың басында сондай еді. Құрып кетуге жақын болды. Бүгінгі ахуал тәуір. Екінші тынысы ашылғандай. Бұған себепші ұлттық брендтің тұқымын сақтап, өсіп өнуіне қолғабыс жасаған қазақ жігіттері. Қазақ ақбас. Нағыз кәсіпкерлер тарихы. Мақсатымызға жету үшін біз ұшы-қиыры көрінбейтін мына даламен ұзақ жүріп келдік. 12 мың шақырым. 30 күнге ұласқан сапар еліміздің солтүстігінен басталды. Батысқа бардық. Ар жағынан оңтүстік өңірді аралай өтіп, шығысқа жеттік. Дархан даланың 4 қиырын ұштастырдық. Ну-тоғай бір мезетте жапан далаға ұласады. Тағы бірде даулы тұрған сары құм шөлейттің бейнесін көрдік. Енді бірде бау бақшасы жайқалған жасыл аймақ көздің жауын алса. Жолдың тағы бір шетінде шыңы көк тіреген Алатау алдымыздан шықты. Табиғат ананың көркі қандай керемет болса, оның мінезі де сондай байсалды. Тек сол көңілін танытып, айтарын түсіне, ұғына білген жанға сырын ашады, молшылығын тосады. Мен Абдраимов Дәурен Шыңғысұлы. Осы Дәурен шаруа қожалығында жұмыс атқарып жатырмын. Әкемнің көмекшісімін. 2007 жылдан бастап жұмыс жүргізіп жатырмын. Менің міндетімде осы хозяйствоның малына дұрыс қарап, жұмысшыларына қарап жүрім. КХ Дәурен деп менің атыма қойылған. Мен әкемнің кенже ұлы болғам, сондықтан мен атыма қойды деп ойлаймын. Таңертең тұрам, таңғы шайым ішіп, үйден шығып, осында хозяйствоға келем, жайлауларды аралаймын. Жайлауды малшымен сөйлесем, ауырып тұрған сиыр бар ма, малын түгел ме, бөтен біреу келді ме, мазде келді ме деп сондай сұрақтарға қаламыз келе сала. Одан қалса басқа трактористер бар шөпке дайындап отқан. Оларға барамыз. Қандай сайман керек, жеткілікті ме, немене керек, сұраңдар, айтыңдар деп жүреміз. Сынып қалған жағдай болса, сайманды алып әкемізге береміз. Мынандай сайман керек. Соны әкеміз тез арада қаладан жеткізіп отырады бізге. 1994 жылы май айында бұрынғы Семей облысы Шар ауданы Кезің совхозынан жекешеленіп бөлек шықтық. 1998 жылы жабылдық. Себеп өзіміз қаржыландыра алмадық, налог өсті. Сол себепті жабылып қалдық. 2001 жылы күз айында қайтадан ашылып, ақырындап жұмыс істей бастадық. 2003 жылы өкімет мал шаруашылығына көзқарас бұрып, 8%-бен облыстық бюджеттен 2 миллион кредит алып, 300 бас
қой малын сатып алдым, тоқтысын. Содан қой басы 2000 басқа жетті. Кейіннен қойды сатып жіберген себеп малшы болмады. Жоғалады, құрттайды, оны қарайтын адам жоқ. Сол себепті 16-17 жылдары сата бастап қой басын құрттық. 11 жылы тоже ірі қара малына өкіметтің көзқарасын бұрғаннан кейін тоже өкіметтен аграрный кредитный корпорациядан 15 миллион 500 теңге ақша алып 100 бас аналық басын сатып алдық, беспородный. Соны өсіре бастадық. Одан мына мал шаруашылығын дамыта бастағанда Абдырайым Дәурен, менің ұлым, орта білімді, папа сенің жағынан келіп жұмыс істейін дегеннен кейін ұлдарым көмектесе бастады. Нұртуған 2014 жылы келді. Банктан шығып кеттім, оған ешбір өкінбеймін. Алғашқы жылдары әке шешем қатты нететін, қиналатын, наоборот, жұмысқа тартып қалаға. Нұртуған анда баршы сервис қойдық, акиматқа баршы, или басқа да бір банкқа баршы, келіс қойдық, барсан алады деп. Оған өзім категорически барғым келген жоқ. Өйткені мен өзім болашағымды көріп тұрдым да ауылдан. Осы отбасылық ферма жасап, сол әке шешемізбен, бауырымызбен бәріміз бірге дамып өсеміз деп. Екі ұлым, екі қанатым, екеуі көмектесіп, мал басын дамытып өсіріп жатырмыз. Қос ұлым, қос қанатым деп сөз алған кәсіпкер үшін ұлдары қиын шақта шынымен де демеу болды. Бүгінде қожалықтағы қазақтың ақбас сиырының саны 1000-ға жуықтады. Бәлкім өңірдегі ең ірі шаруашылық емес те шығар. Әйтсе де тұрақты. Шаруалар агрокредит алып, жөнімен жұмсап, жоқтан бар жасады. Жалпы мен көп адамға консультация берем, сол ақыл емес, прям тартып өзім жақындатып түсіндіріп бәрін жеткізіп берем де. Жалпы несие алып жұмыс істеу керек. Несиесіз өзіңнен өзіңе өсу ол енді мүмкін емес, рас. Қандай бір үлкен шаруаларға барып көріп жүрсеңіз де, олардың несиелері бар. Лизингқа болсын техника алады, мал болсын несиеге алады деген сияқты. Өйткені бірден өсіп кету, қаражат оған жетіспейді. Өз-өзіңнен өсе алмайсың. Сондықтан несие алудан қорықпау керек. Ең бастысы несие алғаннан кейін оны өз шарттары бар ғой. Оның мақсаты бар, қайда жұмсалады, целевой использование дейді. Сол именно соған жұмсау керек. Малға алдыңыз ба, малға жұмсау керек. Техника ма, техника. Көбі алып алады да оны соған неге жұмыс, той жасайды, машина алады деген сияқты. Соны оны төлейтін артынан ақша болмай қалады да. То есть бизнес тоқтап қалады орында. Нұртуған Әбдікәрімов пен өзге шаруалар келсер, ал бұл іске жаңадан қосылып жатқан жастардың құлағына алтын сырға. Үлкендердің ақылы, түрлі тараптардан беріліп жатқан ауыл шаруашылық несиелерін алу оңай да шығар. Тек оларды қайтару міндет. Ал ақшаның басы тиыннан қосылады. Мал шаруашылығын жүргізу де оңай емес. Норма бойынша бір бас сиырға 13 гектар керек деп есептейді ғой. Бірақ енді мына акиматтағыларды түсінбеймін. Жер сұрап барсаң 200 гектар, 300 гектар, 400 гектар береді, одан артық бермейді. Сол саған жетеді деп. Бір бас ірі қараға 13 гектар деп мен
бір жерден оқығанмын осыны. Өкіметтің берген жері ғой енді, оның басқа жерге бара алмаймыз. Мен мына жерде 2 километр шығар бір құдық, мысалы бір шаруашылық бар. Мына жерде бар. Бір 3 километр шығар тасса шаруашылық. Енді жан-жақтың бәрі ел отыр. Сосын енді тағыла алмаймыз. Жердің көлеміне қарай соған ыңғайлап қана бағамыз ғой, артық ұстай алмаймыз. Бірақ тәуекелдеп бағып жатырмыз ғой енді. Қолымыздан келгенін істейміз. Малды баққанға бер дейді ғой енді. Күнтуар Жайназаровтың оқиғасы өзгелерге тым ұқсас. Малға, жалпы ауыл шаруашылығына адасып ешкім келмес. Біреуінің атасы, екіншісінің әкесі мал баққан. Адамның өзде малға жуық болмаса, 4 түліктің басы да қосылмайды. Ат айналып қазығын табат демекші, ауылдың да, малдың да жайын білген жігіт ата кәсібін табат. Менің атым Байетов Саян, мен осы жерге 5 жыл болды келгеніме. Оның алдында 13 жыл далада жүрдім. Осы мектепте 9-шы классқа дейін ауылда оқыдым да. Соның ішінде соңғы 7 жылда Алматыда жұмыс жасадым. IT саласында, көбінесе төлем қызметінің саласында жұмыс жасадым. Платежные системы дейді ғой біздерше. Былай енді Алматыда жұмыс жасап жүрген кезімде бәрі жақсы еді. Онымен айнақта жүргенде көңіл толмайтын еді. Вроде бәрі бар, бәріне тоқсың. Басқа не шешім жоқ екен, мен қазір әке-шешемді тастап, бәрін далаға кетіп қала алмаймын. Қазір білесіз ғой, мұнайдың бағасы неге тізеден төмен қарай түсіп кетті. Плюс пандемия, мұнай уже нерентабельно. Сосын екіншіден енді осы шаруа болмаса білмеймін, басқа не істеуге болады. Негізгі жоспарым менің осы біздің шаруашылықты автономный қылу, өзімен өз жұмыс жасайтын қылу. Мен тек жаңа уақытында келіп, жаңа бизнес-процестер, соларға қатынасып кету, сосын қалған уақытында ол өзімен өз жұмыс жасап тұру, сосын бұл жаңа қиындықсыз ақша беріп тұрады. Менің көздеген бойынша солай болады деп есептеймін. Сосын енді мен өз жерде жүргенде малдың есебін жүргізетін приложение жасадым. Солыны алып, ол кәдімгідей стартап ауыл шаруашылығындағы. Сол мына регенерация, сосын жаңа приложение, екеуін бірге алып кісілерге шығу, нарыққа тарату соның бәрін. Біріншіден ол мынау эксперименттің нәтижесі бойынша білімді басқа адамдарға консультация ретінде ендіру, сосын жаңағыда мал есебін жүргізетін жүйені оларға ендіру шаруашылығы сондай. Менің жоспарым бойынша бәрі егер жаңағыдай планмен үйлесіп кететін болса, 1 миллион сиыр ішіне кіргізіп жіберсем, алдағы 7 жылдың ішінде электроқондырғы біріншіден жерді бөтен малдан сақтайды. Мына біздің шабындық 360 гектар жеріміз бар. Сол жерді қазір қоршап жатырық. Осы жігіттермен ол біріншіден сол күздігін осы шөбін пайдаланамыз, шауып, сосын шөп болғаннан кейін бұйраға әкеліп өзіміздің малымызды жіберіп, ағайын малымызды өндіреміз. Қысқа шейін осында жайлап. Мал шаруашылығы тарихы терең кәсіп. Дегенмен, бүгінде заманауи технологияларсыз бұл саланы елестету мүмкін емес. Оралдық Саян Байетов қолданысқа енгізген жаңа әдістер болсын, не халық арасында электр табыншы деген атты еленген мынандай қарабайыр қорушылар болсын, қай-қайсысын алсақ та, қазақтың ақбас сиырының тұқымын көбейтуге сеп болып отыр. Ыстық пен суыққа, жаңбыр мен қарға шыдамды ірі қара қанша жерден төзімді десек те, әлі де зерттеуді, зерделеуді қажет етеді. жылы асыл тұқымды ақбас тұқымын мәртебесін алдық. 2012 жылы бірінші рет құрылған қазақ ақбасының палатының мүшесі болып кірдік. Енді содан бері қарай осы еңбектеніп келатырық.
қазір бүгінгі таңда малды ақбасын көбейту және оның сапасын ары қарай жалғастыру. Сол жұмыстарда сосын испытательный станция салдық. Қазір осы бұқашықтарды испытания қойып, солардың зерттеп, Жаңғырхан университетінің профессорларымен нығыздай жұмыс істеп, солай жалғастырып жатыр. Адамның желаниесі болу керек қой, ең бірінші. Сол малға деп беріліп, адамның өз ынтымағы болу керек қой. Сол малды жақсы көреміз, соны ары қарай өсіреміз деп, жаңа біздер сол осы болашаққа осындай малдар болу керек деп бренд жасап, соған шығару керек қой негізі. Ол жаңағы анау-мынау мал емес, ол действительно мал болу керек, сондай. Соған біздер қазір үлесімізді қосып жатыр. Малды жақсартып, сапасын көбейту, жақсы ары қарай жүргізу керек сол. Ең біріншіден, соны жаңа ары қарай өсіріп, соны жақсы малдың сапасын жақсандыруды бірінші мақсат қойып отыр. Екіншіден, ол жаңағы өзінің жолымен жаңағы неге бизнес жөнінде сол жаңағы содан шыққан ұялмай сататын соның түлігі болу керек. Сол түлікті жаңағы, например, келетін кісіге мініп көрсетіп, товарный вид болу керек деп жаңа айтады. А сапасыз малды оны кім алады, былай айтқанда. Қазір уже шаруашылықтардың бәрі үйреніп болды. Ақтөбеден келіп алып кетеді, біздер основной покупательдер Қызылордадан келеді. Сосын енді өзіміз мына Батыс Қазақстан облысының каждый аудандардан сол жерлерден келеді. Жыл сайын бізде примерно 160-170 бұқалай сол сатып отыр. Бұл енді өте төзімді мал. Біз жақта жаз айлары өте ыстық болады, 40-45 градусқа дейін кетіп болады. Қыс айлары тоже өте суық болады. Резко континентальный климат дейді ғой. Жазда қатты ыстық, қыста қатты суық болады. Сондықтан ол өте төзімді келеді осы ауа райына. Терісі қалың, ет өнімділігіне келсек, егерде сол ангус, сол герефордты қазір осы жерге алып келіп, тура мен жайлауларыман, мен табының қасын, ақбас жүрген табының қастар қойса, мен ақбас сиырларының өнімділігі одан кем түспейді. Өйткені менің малым төзімді, осы жерге бейімді деген сияқты. Ауру жағынан келсек те көп дәрі-дәрмек салмайсың. Өйткені ол осы жердің жергілікті сиыры. Соның төлдеу қабілеті жақсы, төлі кішкентай болып туады, но тез өседі, скороспелость дейді ғой, тез өседі. Соның материнский инстинкт жақсы развитый, аналық қасиеті. Бұзауын қасқырға бермейді деген сияқты. Бірақ енді біздің жақта қасқыр жоқ, но дегенмен де ол баласын тастап кетпейді, допустим. Тоже жоспарлар қойған болатын, сол 2014-те келгенде, 2011-де сиыр бағытына көшкенде де бизнес-планды өзім жасап жобаны. Сол кездерде уже пландағамыз бір 10 жыл болады ма, 15 жыл болады ма, сол 1000 бастыққа жету керек деп. Соған жеттік, енді ары қарай енді сапасына көшу керек. Санды қуалап, оның түбіне жету қиын, енді сапаға жету керек. Порода хорошая тем, что она, во-первых, очень хорошо переносит холод, очень хорошо. На нее не влияют ни морозы, и ничего. У нас содержание бычков, вообще у нас оно как, они на улице у нас. Едят они хорошо, и привес они набирают тоже хорошо. Почти килограмм в день мы берем, если нормальная корма и нормальная это. И у нас уже вот сейчас как продажа начинается. Ну, единственное, который может попозже, а не это. А так 440-420 килограмм мы уже берем в год. И что единственное, что они действительно едят все подряд. Вот она непривередливая порода. Солома, сенаж, она съедает все. Дәл осындай сипаты үшінде қазақтың ақбас сиыры фермерлерге жағып отыр. Все в 2011 году привезли, это сейчас у них уже будет 12-я тёла коров на следующий год. Это же именно наша порода, под нашу местность, и как бы она у нас адаптирована
Не стали там везти откуда-то издалека. Может быть, побоялись на тот момент, но ничем не пожалели, что именно на ней остановились, на казахской белоголовой. Она на пастбище неприхотливая, там по глазам, по копытам. Тогда-то мы это не знали, а сейчас-то уже понимаем, что как бы она по ветеринарии, в обслуживании, ну, не сильно много надо на голову тратить в год денег, если это считать. Вакцины наши подходят все. Бүгінде түрлі зерттеулердің нәтижесінде қазақтың ақбас сиырының тұқымын оңтайландыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл өз кезегінде фермерлердің шаруасын жеңілдетері анық. Жұмабек есімді мына азаматтың Ақмола өңірінде ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі бар. Асыл тұқымды мал басын қарастырып, Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап шықты. Іздегені алыстан емес, жақыннан. Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданнан табылды. Сюда ехал, мне уже, наверное, звонков 10 с каждого поселкового, вот, Аким сельского округа, каждый звонит. Что там, Жумабек, когда там? У нас нет уже быков, уже люди там спрашивают. Я говорю, все, я говорю, вот, еду, я вообще должен где-то их поставить 1 мая, но не получилось, вот в Караганду поехали, там выбора не было вообще. Когда еще СПК не держал, у нас вообще беспородные были. Сейчас вот я уже 5 лет держу СПК свой, вот завожу, ангусов завозил, вот почти 4-3 года. Сейчас вот казахской белоголовую завожу. И знаете, уже и приплод хороший идет. В совхозе заходишь, где-то там ходят уже нормальные ангусы, где-то там уже ходит уже казахская белоголовая. Знаете, уже меняется как-то. Не, ну это, конечно, к лучшему, потому что как-то и вес дает, они же как-то породистые же, мясного приобретения. Как-то уже, когда на сдачу сдаешь уже когда-то, если тот тянет, например, 200 килограмм, простая корова. Если казахскую белоголовую сдавать, уже 300-400 килограмм. Разница-то есть уже. Тоже корма закупаем, отходы, сено покупаем, все. Сиырдың жақсысын іздеп, кәсіпкер Александр Гейман басқарып отырған Колос шаруа қожалығына келді. 10 жылдан бері бұл жер қазақтың ақбас сиырын асылдандырып, тұқымын сатумен айналысып келеді. Асыл тұқымды малды табу шаруаның жартысы ғана. Жұмабек басқарып отырған жайлау кооперативінің дұрыс малды сатып алуға қауқары жоқ. Ал қазіргі нарықта ірі қараның бір басының құны 450-500 мың теңгеге барады. Нет уже у нас денег тоже на покупку, например, вот это все. Вроде бы переговорились, так знаем тоже его. Вроде бы человек хороший. Один бык 470. Сумма 23 миллиона. Ну, под слово и там как положено, по договору все. Ну, надеемся дальше в дальнейшем с ним работать, что все, что субсидия упадет ему, отдать за этих быков. Ну, как бы он тоже сказал, если вы меня в этом году не подведете, то на следующий год без проблем будем работать. Приезжайте. Нам зачем куда-то ехать там? Сейчас весна, у них же СПК, общественные стада, там с быками у людей проблема. У нас есть, у них финансовая сторона пока хромает. Потом у них там свои дела подтянут, к нам придут. Мы подождем, как бы нас терпит. Только из-за этого. Они же земляки наши. Как, друг другу же надо помогать, выручать. А так, если закрыться каждый у себя, то что будет потом? Пришли, просто попросили и все. Екі азамат қол алысып тұрып, шынайы уәдемен 50 бұқаны өндірістік кооператив еншілігіне берді. В свое время нам помогало государство. У нас племрепродуктор. Есть же программа СПК, почему мы не можем людям там просто одолжить? Все под ноль продано. Все бычки, все телочки. Это вот того года годовалый, все разошлось. Азарт, да, конечно, есть азарт, что вот получается, идет. Если бы там стояло их все там 150-200 быков и телок, значит, что-то мы неправильно делаем. У нас же цель племпродажу делать. Это же наша работа, чистопородный племенной скот отдавать, чтобы вот как тут сегодня было, СПК, они везут туда, покрывают местный скот, потом там у них получше будет, как говорится, это потомство, да. Живым весом 350 килограмм, это самый хороший. 300-380, по 400 почти килограмм они. И вот сейчас люди ждут тоже, вот сейчас сразу приедем, будем развозить ночью, не ночью, но надо людям доставить это.
Поэтому люди ждут уже, там организовали тоже. У нас хорошо работает ветслужба. Очень хороший врач. Каждый теленок проходит чисто через его руки. Это сразу вот как он родился или отел он сам принял, если бывают тяжелые роды, то это. Потом все прививки, все это. И каждого теленка он смотрит индивидуально, каждого. Без внимания не остается. Поэтому у нас и неплохой отел, и выход телят хороший. Исследования взяты у них, смывы на все болячки, на все они вакцинации прошли, все, да, они абсолютно здоровые. Жеке ветеринарлық дәрігері бар шаруа қожалықтарындағы бұзаулардың денсаулығы жақсы. Ал дені сау бұзаудың өмір сүру деңгейі де жоғары. Сәйкесінше бұл фактор мал басының санына да тікелей әсер етеді. Әлбетте, шаруа қожалығында мал дәрігерлерінің болғаны үлкен сеп. Әйтсе де, көбінде фермерлер олардың жалақысынан аянып отырған жоқ. Маман табылмай отырғанға қиналады. Күндіз сиырлар осарда су ішетті, мына жерлерге мына ащы жерге келіп жатады. Ол енді табиғи дезинфекция есебінде мына үстінде кенелер түседі. Шошала жабыспайды. Малға енді дезинфекция ғой, енді мына тұз пайдасы зор. Жаз тұрғы кездері мынаның беті су болып атады. Күні сығасын беті кеуіп кетті. Ана суды кешіп тұрады аяғымен. Оның бәрі дезинфекция. Анау ауруға неге пайдасы зор бұл тұздың. Қысқа сырға, қыстауға осы тұздан алып кетеміз. Түйір-түйірінен алып кетеміз де, сояққа тастаймыз, соны жалайды ғой соны. Тұз аз нені. Машина көтереді ғой мынаның үсті. Батпай ма машина? Батпайды. Қызылорда облысында кадр малшылар тапшы ма? Тапшы ғой, тапшы. Қазір былай қарасаң енді жағдайы болмай тұрған адамның өзіне істе десең істемейді ғой. Оңай емес. Жалқау болып баратырмыз ғой. Жалқау болып баратырмыз, жалпы. Шын айтам. Өзімізде мал дәрігері жоқ, но ауылдық округ мал дәрігері сол кісі қарайды. Ауыр негізі көп ауруларға бар ғой, не дәрілер бөлінбейді ғой. Енді керек пе жоқ бөлінбейді. Дәрілерді енді сатып аламыз ғой. Сатып алғанда білікті мамандар жоқ сол дәрігерлер. Бір ауру шығып атса, оның вакцинасы бар. Енді қазіргі кезде ковидтің вакцинасымен үлкен дау ғой. Екіңде келеді ауырмаш үшін. Бірақ ексең ауырып қалам ба деп қорқасың. Мал да сол жағдай ғой. Кадр мәселесі енді өте қазіргі жағдайда өте қиын. Мен сенаторлармен де кездескенде, парламенттің депутаттарымен кездескенде де айттым, өзім депутат ретінде де айттым, ұсыныс жасадым, АСП-ны тоқтату керек. АСП-ны лучше детский пособиеға қосып, соны көбейтіп, сол детский пособие етіп берсін. Бірақ әкешімен шиесі жаңа баланың жұмыс істеу керек. Міндетті түрде жұмыс істеу керек. Біздер өздеріміз қазір жұмыс істемейтін халыққа, наоборот, жалқаулық өзіміз көрсетіп отыр. Тегін ақшаны беріп, сол жаңа еді. Ал қадір істеп жатқан жастар біреуде тракторист болып, малшы болып, адам да жұмысқа келмейді. Енді бар кадрлерді қазір өздерімізден сол ұстап отырып, пенсияға шыққанша мен қазір өзім ұсыныс жасап нелерге айттым жаршылар. Осы пенсияға шейін жұмыс істеп, мен де істеп пенсияға шығатын болсаңдар, мен Жәнібек ауданынан бір-бір квартирден өздеріңе беремін деп. Жыл сайын пенсионный фондың ақшаларын аударып отырып, нелерін, отпускілерін жыл сайын мезгілгі уақытында алып отыр бәрі де. Ал енді өтсек солысы кадрлы вопростар басқа енді білмеймін, басқа қалай шешілетіні. Ал сондай етіп привлекать етіп, сондай нетіп атырық, басқа енді. Әр аймақтың өз проблемасы бар. Біреуін қаржымен шешу қажет болса, екіншісі жоғарғы жақтың дұрыс шешімін күтіп отыр.
Мұндай қиын кезде фермерлерге Қазақтың Ақбас сиыры республикалық палатасы көмекке келеді. 10 жылдан бері шаруалардың проблемаларын билік өкілдеріне жеткізіп, мәселенің оңтайлы шешілгеніне ат салысып жүрген ұйым. Сөйтіп жұмыс істеп жатырмыз, екпе шөп егіп жатырмыз көп жылдық. Жоңышқа, экспорт-церт, житняк деген. Енді болашақта суармалы жерге ауысу керек деп отырмыз. Өйткені ақырғы 2 жылдың ішінде құрғақшылық болып отыр. Былтыр, биыл міне құрғақшылық. Біз бұрын сол екпе шөп жерден 100 гектар жерден 500, 700, 800 рулон шөпке дейін алатын. Ал былтыр сол 100 емес, уже қосымша жер қосып 200 гектар, 250 гектардың өзінен 300 рулон ғана қалып қалған жағдай болды. Биыл енді қалай болатынын көреміз. Технология бойынша былай ғой, бір үлкен клетка қоршаймыз, условно 200 гектар дейік. Оны 4-ке бөлу керек, 50-50 гектардан сонда шығады. Сол 50 гектарда 7-8 күн ғана бағылу керек мал. То есть бір топ мал бағылады 7-8 күн. Одан кейін ол ауысады келесі клеткаға. Сөйтіп айлан кеп қайттан сол бірінші кірген клеткаға кіргенге айналып келгенде, сонда 21 күн өтеді екен санаса. Сол 21 күн ішінде шөп, ана жердің шөбі қайтадан көтерілбей көреді. Бірақ та ол үшін определенный бір норма сатып түсу керек. Бізде ақырғы кезде айтып отырмыз, засуха болып отыр. Сондықтан суармалы жерлер керек. Сол су шығару керек, скважина тесу керек. Сөйтіп сол технологиямен жұмыс істесе, жаңағы табында ауыстырып клеткадан клеткаға жердің құнарлығы да өсе береді. Өйткені малдың дәреті жерге түскен, ол жерді только құнарын өсіре береді, құнарландырып береді. Ал қазір біз жайып жүрген метод ол. Жайлауға кетеді, күзге дейін сонда келеді, ол бір жерді мал таптай береді, ол эрозия почвы тұяғымен выбивать ете береді, жерді болды. Қожалықта проблема жер мәселесі болып тұр. Бұл жайлауды да қазір бұл қожалықтың меншігі емес, мына жайлап отырған жайлауымызда. Онда мына жерде егелер отырады, соның қосымша құдығы қасындағы, соны пайдаланып отырмыз. Енді сол жер мәселесі жайлауға шығу. Ал қыстауымыз неде Қазалға қарайды, Мұратбай ауылдық округына. Ол жерде жеріміз тар, 120 ғана гектар болған, сондай болды аукционға шыққанда. Соны алғанмын, енді пока сұрастырып жатыр мені. Аукционға шығаруға. Аукционға шығарғанда жалға береді ғой, 49 жылға. Бірақ енді бұлардың жердің берудің өзінде көп проблемалар бар. Ол құдық қай жерде бар, бұл жерде құдық шықпаса жер болып есептелмейді, ол мал жайылымға келмейді. Главный құдық керек. Енді құдық қақта болған, оның қақтан шығады, кез келген жерден де шықпайды ол. Оны енді біз қазір жер бөліне өзің тауып апаруың керек. Мына жерден құдық шығады, мына жер бос екен, я тексеріп берші деп атып. Соны тексертесің, ол бос па, бос емес па, бос емес десе тағы жер өзіңіз дейсің. Дүниежүзі бойынша ет өндірушілердің көшбасшылары, олар жерлерін қоршайды екен. Сосын мына шөптерге дем алып қайта өсуіне мүмкіндік береді екен. Мысалға олар бір жерде қоршайды, сосын сол жер ана клеткеге бөледі де, сосын олар екінші клеткеге айналып келгенше мына клетка бір айдың ішінде дем алып алады да, сосын қайта өзі қалпына келеді екен. Ал егер мына шөптің басын
70%-ға жегізетін болсақ бар ғой, оның тамырының өсуі тоқтамайды екен. Ал егер біздер оны малды көп жайып жіберетін болсақ, міне мынандай қылып, егер 90%-ке дейін, онда оның тамырының өсуі тоқтап қалады екен. Сонда қуаңшылық уақытында шөптер просто өсіп үлгермейді де, қайтсең де. Сосын шөп өспегесін біздерде малда ет жинай алмай қалды да, сосын біздер жайлап экономически неге бізге соғады кәдімгідей. Бізде проблема көп, негізі айта берсе. Жаңағы сол жастар келмейді, жұмысшы жоқ, ауылда инфраструктура жоқ. Несиелендіру, қаржыландыру, соның бәріне дұрыс жүйелі қойылмағанда талаптар өте көп қойылатын. Сондықтан көп адам ауылға бет алып келмейді. Ауыл шаруашылығы өте ауыр қазір кәсіп. Орыстарда бекер айтпайды ғой, хочешь обанкротиться, займись сельским хозяйством деп айтады. Сондықтан бұл өте ауыр жұмыс, бірақ өте керек, өте қасиетті жұмыстың бірі деп ойлаймын. Ол қазір осы Қазақстанның тең жартысы ауылды жерде тұрады. Қалған жартысы қалада тұрады. Сол қалған қалалықтарды бұл тамақпен қамтамасыз ету деген сияқты. Продовольственная безопасность. Бізде проблемалар жүйелі түрде шешілмейді. Бір проблеманы көрсе, оны шешем деп ары қарай басқа мәселе туындатып қояды. То есть бар ма бір проблема, оны жүйелі түрде шешу керек, биыл и навсегда. Қазақтың дархан даласы бізді тұлғасы бөлек азаматтармен жолықтырды. Қай-қайсысы болмасын, адал еңбек, маңдай тердің күшімен мал тауып келеді. Тұрақтылыққа, табысқа ұмтылады. Ал таңдаған жолдары жеңіл ақшаның жолы дей алмаспыз. Ата кәсіп, ардың ісі. Олар әр таңды, келер күнді, кешегі күннен артығырақ еңбектенейін деп батырады. Өйткені олар азаматтық мүдде, адами принципке берік. Иә, бәлкім қазір мал шаруашылығы адымдап дамып кетпеген де болар. Әлі де шешілмеген проблемалар бар. Тек үлкен шаруаның жолындағы бұл азаматтар біледі. Үнемі ізденіс керек. Тайсалмас мінез, таймас шешім, қажымас еңбек, түптің түбінде бәрін жеңерін.